Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бүгін 2023 жылдың 16 ақпаны. Түркістан облысы Шардара ауданы Көксу ауылында Қызылқұм каналындамыз қазір. Өкімет тарапынан Сырдария су қоймасында су тасқыны апатын қорғау шараларын күшейтіп жатыр қазіргі таңда. Ал Шардара ауданының билігі, Шардара ауданының әкімі Қайрат Жолдыбай, су басшысы Шардара ауданының Мүтәлиев Абай, Көксу ауыл әкімі осы су тасу қаупіне байланысты Шардара ауданында қауіп төндіріп отыр. Неге десеңіз, ауылдарға су бөлу керек та бұлар. Қаншама диқандардың жерлері сол күйі қорғап жатыр. Ертең көктемде біздер жылда тегін емес, ақшасына ақылы су алып жүргенбіз. Төтенше жағдайға байланысты су берілсін деген жоғарыдағы басшылар. Су жоқ. Бұл деген сөз қызметтерін асыра пайдаланып, Шардара ауданының халқына апатты жағдай тудыруда. Жоғарыдағы басшылар бас прокурор Берік Асановқа, ауыл шаруашылығы министрі Қарашкеевке, облыс әкімі Дархан Сатыбалдиевқа, төтенше жағдай министрлерінің назарына. Сіздер осыны білсеңіздер, Шардара ауданында осындай тірлік болып жатыр. Шаруалар су сұрап жатыр. Ертең көктемде сәлде болсын, бізге сәл жеңілдік болсын, тегін су бөлініп жатыр екен өкіметтердің андай жағдайға байланысты деп су бөлінеді деп, соған біз қуанып қалған ең өткендері. Сөйтсек, бұлар бізге су бермей отыр қазіргі таңда. Су қоймада не деген су, қаяққа сыйдырарын білмей отыр. Бірақ ақша сұрап отыр бізден. Былтырғы қарыздарың бар дейді. Енді бар, дұрыс. Басқа бір шаруалардікі бар, жағдай отбасылардікі. Былтырғы мақтаға байланысты, енді жағдайлар, төмен отбасылар төлей алмай қалғандар бар, азын-аулақ. Соларды бұлар өндіріп алмақшы да. Енді білмеймін қалай екен. Біз су сұрап жатыр, су беріңдер десек, су жоқ дейді. Не деген су мынау? Апатты жағдайда тұр қазіргі таңда. Жоғарыдағы басшыларға, ел ағаларына, сіздердің назарларыңызға су жоқ, мүлдем. Соған біздерге білсеңіздер деп отырмын ғой. Халықтың жан айқайы.